Bir ауылда қарт әке 3 ұлымен бірге өмір сүріпті. Бірақ ұлдары үнемі ұрысып, бір-бірімен тату өмір сүре алмапты. Bir күні әкесі оларды шақырып алып былай деді: «Балаларым, сендер неге бір-біріңмен ұрыса бересіңдер? Бірлік болса күш бар, ал бірлік кетсе, бәрі де әлсіз болады». Сосын ол бір буда шыбық әкеліп, ұлдарына қарап: «Мынаны сындырып көріңдер» деді. Үлкен ұлы бар күшімен тырысты, бірақ сындыра алмады. Ортаншысы мен кенжесі де шамасы келгенше тартты, бірақ болмай қойды. Сонда әкесі буданы шешіп, әрқайсысына бір-бір шыбықтан берді. «Bir бума шыбықты сындыра алмадыңдар, ал енді қолдарыңдағы бір тал шыбықты сындырып көріңдер» деді. Бәрі де оңай сындырып тастады. «Көрдіңдер ме, балаларым?» деді әкесі сабырмен. «Егер сендер тату, бірлікте болсаңдар, ешкім жеңе алмайды. Ал бөлінсеңдер, әркім оңай сындыратын шыбықтай боласыңдар» деді. Содан бері ағайынды балалар бір-бірімен ұрыспайтын болыпты. Бірлік мықтылықтың кілті. Ынтымақ өмірдің күші.